Ресей Калуга облысы Новоалександровский ауылы, Александр шіркеуі. Ғимараттың сыртқы дизайны ресейлік стильде жасалған. Шіркеу ежелгі болмаса да, 19 ғасырда салынған. Шіркеу іші мүлде басқаша көрінеді. Классикалық еуропалық интерьер стилі. Мұндай сән салтанат Ресейдің елсіз губерниясында орналасқанын елестету қиын. Шіркеудің күмбезі құлап қалды. Және ол ағаш төбені жарып өтті. Неліктен әсем аркалар мен әдемі сылақтардың жанында өрескел ағаш еден. Кеңес одағы кезінде шіркеу қоймаға айналды. Сақтау алаңын ұлғайту үшін ғимараттың тік көлемін пайдаландық. Олар бағандарға металл арқалықтарды аяусыз соқты. Осылайша олар екінші деңгейдің негізін қалады. Үстіне өрескел ағаш еден төселді. Коммунистер Құдайды жойды. Және олар үлкен, күшті шіркеу ғимарат үшін басқа пайдалануды тапты. Құдіреті күшті Құдай қарсы болмады, қойма болсын. Бірақ қызықты деталь бар. Бұл әншілер хорына арналған балкон. Ағаш баспалдақтармен. Коммунистер сұлулыққа мән бермеді. Оның қалай көрінетіні маңызды емес. Ол күшті және сенімді болуы керек. Бірақ хорға арналған балкон басқаша жасалған. Тірек арқалықтар астынан ағаш тақталармен қапталған. Төменгі беті сылақпен жабылып боялған. Біз классикалық күмбезді салуға тырыстық. Мүмкіндігінше екінші деңгейдің бұл бөлігі коммунистер билікке келгенге дейін жасалды. Біз ағаш балконды шіркеудің әдемі интерьеріне сәйкес келтіруге тырыстық. Бұл балконды сәулетші шіркеу салу кезінде ойламаған. Құдай балконнан ән айтуды жоспарлаған жоқ. Сәулетші хорға арналған балконды жобалаған жоқ. Бірақ содан кейін православие шіркеу киімдері үшін балкон қажет деп шешті. Неліктен шіркеу рәсімінде мұндай өзгерістер болды. Діни қызметкерлер ғибадат рәсімі ғасырлар бойы өте аз өзгергенін айтады. Бірақ біз шіркеу ғимаратының басқа мақсатта салынғанын көреміз. Балконда шіркеу хоры үшін жағдай қарастырылмаған. Сондықтан салт басқаша болды. Бірақ діни қызметкерлер бұл туралы білмейді. Олар бізге шіркеулер мен дін туралы ештеңе айтпайды.